достар, бүгін бізде қонақта Маниха. Сәлем достар. Бүгін біз Манихадан ән туралы сұхбат алатын боламыз. Маниха, сен әнді жақсы көресің бе? Я, мен ән айтқанды өте қатты жақсы көремін. Сен ән айтқанды неше жасынан бастадың? Мен ән айтуды 3 жасымнан бастадым. Анам оны байқағаннан кейін, анам өзі де хореограф болған, биден де әннен де берген. Мен негізі 3 жасымнан бастап әнге жақсы болдым, 5 жасымнан бастап үйірмеге қатысқан болатынмын, ән үйірмесіне. Сен осы өзіңнің талантыңды бүкіл әлемге жайғың келе ме? Я, мен осы 5 жыл арасында мен көптеген байқауларға қатыстым, Астанаға бардым, Алматыға бардым, Өскеменге бардым. Бұның бәрі оңай емес. Бірақ та мен сол сайыстардан мен ылғи да бас жүлдені, яғни гран-приді 25 рет алған болатын. Менің үйімде қазір 25 кубок тұр. Ал сенің мақсатың осы ән ма, әлде би ма? Ән әрине, себебі мен ән айтқанды өте қатты жақсы көрдім. Кішкентай жасымнан бастап ән айттым. Оның бәрі маған өте қатты жақын, әнсіз өмір сүремеймін. Осы сен әннен берген мұғалімнің атын білесің бе? Я, әннен беретін мұғалімім, оның аты Камшат Маулетовна, анам әннен береді. Жақсы. Бүгін біздің сұхбатымыз аяқталды. Сау болыңыздар.